Дәрігер бұл тіс қарайтын жер ғой, ішті мына жақта қарайды ғой. Өзіңіз не істейтініңізді білмейсіз ау деймін, иә? Дәрігер енді ішін тексерсеңші. Іштері ауырып келіп тұр ғой қыздар. Сау-сауға күліп атсың. Ұшта албайды. Soğuk alasınlar. Sizin dişlerini alıp bir gelin. Adam değil, Mustafa Canada. Не істедіңіз, дәрігер? Тілін жұлып алдыңыз ғой, сіз оның тісін жұлам деп. Не істедіңіз? Сіз өте злой дәрігер екенсіз ғой, иә? Не деген злой дәрігерсіз? Сіз вообще жұмысыңыздан шығарамыз, сіз түсіндіңіз ба? Сіздің анау неңіз бар ғой, дипломыңызды ше, сіз сатып алған екенсіз негізі, иә? Оқымағансыз ау деймін, иә? 9 жыл оқыдыңыз ба, неше жыл оқыдыңыз, или сатып алдыңыз ба дипломыңызды? Не істедіңіз сіз? Дипломды сатып алғанымды. Сіз өте злой дәрігер екенсіз, мына түріңізбен дәрігер бола алмайсыз, сіз өйткені мынандай кішкентай балаларға жаныңыз ашымайды сіздің. Енді сіз жұмысқа келіп ұйықтай бересіз ба не, а? Сіз жұмысқа келіп ұйықтай бересіз ба не? Балаларды теуіп жатыр мынау. Мынау балаларды теуіп жатыр, қараңызшы. Сіздің үстіңізден арыз жазам мен. Дәрігер, сіз өте злой дәрігер екенсіз. Мына қыздың да тілін жұлып алдыңыз ба? Сіз вообще оқымаған екенсіз ғой, сіз дипломыңызды сатып алған екенсіз. Сіз өте злой дәрігер екенсіз, иә? Не істейміз, қыздар? Жаңа мына қыздың іші ауырып келеді, оны да быт-шытын шығарды, иә? Мына қыздың тісі ауырып келеді, оның тілін жұлып алды. Мына қыздың тісі ауырып келеді, оның да тілін жұлып алды. Не істейміз, қыздар? Давайте арыз жазамыз, мына дәрігер жұмысынан шығарамыз. Білмеймін, арыз жазамыз сізге, түсіндіңіз ба? Сіз дипломыңызды анау өзіңіздің әкеңіз ба, шешеңіз ба, бай сол арқылы дипломыңызды сатып алғансыз ғой, сіз мүлдем оқымағансыз ғой. Оқысаңыз сіз бүйтіп мынандай жұмыста ұйықтап отырмайсыз, еще сіз мына балалардың тісін жұлам деп тілін жұлып алдыңыз. Болды, мына кісіге арыз жазамыз, иә, қыздар? Давайте, болды, сізді жұмыстан шығарамыз біз. Сізді жұмыстан шығарамыз, болды. Өте злой дәрігер екенсіз, болды, кетіңіз бізге ешнәрсе айтпаңыз сіз. Болды, мынаны шығарып тастайық, өзін теуіп шығарып тастайық. Болды. Құттылды! Көрдіңіздер ма? Осындай злой дәрігерлер кейде осы әр жерде өмір сүреді, сондай өмір сүргенде осындай злой дәрігерлер болуы мүмкін, иә? Асылым, иә? Осындай злой дәрігерлер болуы мүмкін, сол үшін сондай злой дәрігерлерге кездесіп қалмаңыздар. Тістеріңізді жұлуға, тістеріңізді емдеуге баратын кезде
дәрігердің кішкене несіне қараңыздар, иә, дәрігердің жұмсақтығына, балаға мейірімі бар ма жоқ па соған қараңыздар, иә. Подписка басып кетіңіздер. Мынандай біздің енді осындай контентіміз ұнаса, злой дәрігер атты контентіміз ұнаса, бізді қолдап кетіңіздер. Бұл жақта жаңадан қосылған біздің актрисаларымыз Аяука мен Айсананың өздерінің рөлдерін сомдағанына баға беріңіздер. Ал біздің бұрынғы актрисамыз Асылы мен Еркеназ. Давайте сау болыңыздар.